Қазақша сөйле, өзіңнен баста. Қазақстан Республикасы президентінің болашақ халықаралық стипендиясы стипендиаттарының қауымдастығы. Жоба демеушісі Unicom Business Group жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Атақты француз режиссері Люк Бессонның Валериан және мың ғаламшар шаһары фантастикалық боевигі қазақ тіліне дубляж жасалған 22-ші фильм. Және осы жылы дубляждалған 5-ші фильм болды. Бұл фильм Қазақстанда шетел фильмдерінің қазақ тіліне дубляж жасау жобасының 6 жылғы тарихындағы дубляж бен дыбысты жинақтауы жасалған 2-ші фильм. Қазақстандық кинопрокатқа бұл фильм қазақ және орыс тілдерінде 2017 жылдың 10 тамызынан жарыққа шықты. Жобаны ұйымдастырушысы Болашақ корпоративтік қоры Marvin компаниясының қолдауымен. Қазақ тіліндегі дубляждың демеушісі Goodway Logistics жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Самал озондалған табиғи ауыз суы сауда маркасымен. Алғашқы жабық көрсетілім Астана қаласында халықаралық Еуразия кинофестивалінің шеңберінде 28 шілде күні көрермендерге жол тартты. Бұл өте дұрыс бастама деп ойлаймын. Оны біз де құптаймыз, оны елде қазір құптап жатыр. Өйткені өте қуанышты театрға барған кезде біздің шетелдің киноларын, мультфильмдердің барлығы қазақша болып жатқан. Балаларымыз барады, сол мультфильм тілінде балаларымыз сөйлейді. Және соның бір-екі ауыз сөздерін айтып жатыр мысалы. Біз білмейтін терминдерді балаларымыз айтады. Соған қуанып қаласың, осылай екен ғой деп мысалы. Соның барлығы біз бұл енді көрінбейтін еңбек қой. Бұның жемісін біз біраз 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін көруіміз мүмкін. Сондықтан біз болашаққа қызмет жасап жатырмыз. Бұл өте тамаша нәрсе. Мына айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте дейді. Бірден бір өзіміз әсіресе мынау кино әлеміндегі, өнер әлеміндегі азамат пен азаматшалар өз ана тілін құрметтеп насихаттамаса, оны ешкім керек қылмайды. Сондықтан да мен құба қуанам, ерекше қуанам бұндай бастамаларға. 22-ші екенін санын мен енді естіп жатырмын, бірақ дегенмен де бірталай фильмдер бүгінгі таңда мен қазақшаға дубляждалып аударылғанын естіп жүрмін және бірталайын көріп те үлгердім. Тек қана алға, тек қана сәттілік. Қуанамыз, ана тіліміз жасасын. Әр кинотеатрымызда, әр Қазақстан түкпір жерінде кинотеатрының ішінде мемлекет тілінде әрине болу керек, міндетті түрде болу керек. Үш тілінде таңдайтын болу керек адам. Бізде қазір тек қана орыс тілінде таңдаймыз, амал жоқтан ба, қалай түсініксіз болып тұр да, сол сіздердің бастап атқандарын, көрсетіп атқандарыңыз өте тамаша деп ойлаймын. Алға жүріңіздер, Құда қаласа, өзіміздің мына дубляждаған актерлардың ішінде керемет бір актерлар шықса екен деп ойлаймыз. Қазақша сөйлеу өзінен баста. 9 тамызда Алматыда Валериан және мың ғаламшар шаһары фильмінің қазақ тіліндегі жабық алдын ала көрсетілімі дәстүр бойынша Есентай Молл кинопарк 11 IMAX кинотеатрларында өтті. Фильмнің алдын ала көрсетіліміне қатысты жобаның идеялық дем берушісі, Болашақ қауымдастығының құрметті мүшесі, Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек, дубляж актерлары, демеушілер, мәдени және шығармашылық зиялы қауымның өкілдері қатысты. Валериан және Лорелин фильмі француз комикстерінен негіз алған және 2700 жылы әртүрлі ғаламшарлардағы ғарыштың арнайы агенттері жұбының оқиғаларын көрсетеді. Валериан туралы комикстерден алынған идеялар Бессонның фантастикалық боевигі 5-ші элемент пен Жұлдызды соғыстар фильмінің негізіне алынды. Қазақ тіліндегі дубляждың режиссері мен мәтін қалаушысы Айжан Жәмшітова болды. Дейн де Ханон мен Карой де Левин жас актерлермен қоса фильмде атақ пен мәртебеге ие болған Голливуд жұлдыздары түсті. Олардың арасында Оскар премиясына номинант Итан Хоук, Алтын глобус премиясының егерлері Рутгер Хауэр мен Клайв Оуэн. Фильмдегі рөлдердің біреуін соңғы жылдары өзін актерлық сахнада белсенді сынап жүрген атақты әнші Рианна ойнады. Дубляжға барлығы 25 актер қатысты. Басты кейіпкерлерге өз дауыстарын келесі актерлар сыйлады. Олжас Жақыпбек, Назерке Серікболова, Сырым Қашқабаев, Азамат Қанапия, Шахмұрат Ордабаев, Алтынай Нөгербек. Әрине бұл мен үшін үлкен бақыт, үлкен қуаныш, өйткені сондай Люк Бессондай, және композитор Александр Деспlat сондай мықты өнер азаматтарының туындысының бір кішкентай бөлшегі болу мен үшін бақыт. Жұмыс барысы өте қызықты болды. Режиссерімізға, осы Болашақ ұйымдастығына, Арай Медиа Групп қауымдастығына бәріне үлкен алғысымды айтамын. Бұл өте қуантарлық жайт. Мен өз басым әртіс ретінде осы жолы өте қызықты Дагон Даггис деген кейіпкерді сомдадым. Ол
кез келген киноның драматургиялық заңдылығы бойынша күлкі шақыратын кейіпкер секілді бұл кейіпкер де өз орнын таба білді және мен оны барынша жақсы, қызықты қазақшалатуға тырыстым. Қазақша фильм көріңіздер. Қазақ тілімізді ұмытпайық, тілімізді өркендетуге бар күшімізді салайық.